Өмір бойына берілетін әлеуметтік төлемді кімдер алады? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер осы хабарды толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Өмір бойына берілетін төлемді тағайындау кезінде талап етілетін спортшының еңбек өтілі өзгереді. Қазір ол 20 жыл болса, енді бұл мерзім 10 жылға дейін қысқарады. Қазіргі уақытта қолданыстағы заңнамада олимпиадалық, паралимпиадалық, сурдлимпиадалық ойындардың чемпиондары мен жүлдегерлері және олимпиадалық спорт түрлері бойынша әлем чемпиондары мен олардың жаттықтырушылары үшін өмір бойы ай сайынғы төлем беру көзделген. Сонымен қатар спортшыларға, олардың жаттықтырушыларына қойылатын талаптардың бірі 20 жылдық еңбек өтілі. Алайда талаптарды нақтылау мақсатында қара азаматтары саналатын спортшылар мен олардың жаттықтырушылары үшін еңбек өтілінің барлық кезеңі Қазақстан аумағында есептелген болуы тиіс деген толықтыру енгізу қажет, делінген Мәдениет және спорт министрлігі жарияланған реттеушілік саясаттың консультативтік құжатында. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.